Қиямет жақындаған кезде, мынау таңға жоқ емізіп отқан анасының өзі баласын тастап кетіп қалады деді. Бүгінгі күнге не болды деп. Бала шыңғырып жылап жатыр, қарамайды дейді оған. Адамдар мас адамдар секілді теңселіп көшеге шығады бәрі дейді. Бірақ олар мас емес дейді. Ол қияметтің күннің ауырлығынан сондай болды. Бесікте жатқан баланың шашы ағарып кетеді дейді. Не үшін десе қияметтің ауырлығынан. Сол кезде жер сілкініс, аспан жарылу, жұлдыздар ағу, қияметтің белгілері басталады. Ол азаптарды Алланың сүймеген құлдары ғана көреді екен. Алланың сүйікті құлдары жұма намазға келіп, безгі намазын үзбей оқып жүрген адамдар иншалла көрмейді. Өйткені жаңа сөздің басында айтылғандай, ол адамдарды сол күнде көрсетпей Алла Тағала жанын алып қояды екен. Ондай ауыр күнде көретіндер Алланың сүймеген құлдары.